құрметті көрермен қауым. Мен нөмір 82 мектебінің жас журналисті Әлмақан Гүлсая. Менің бүгінгі жүргізетін репортажым «Жаныңда жүр жақсы адам» тақырыбына арналады. Олай болса, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға ұлағатты атты ұстаз 3 баланың анасы зейнеткер Арстанова Дариға апаймен сұхбатымызды көруге ұсынамын. Олай болса, кеттік. Мен сізге қоятын сұрағым бар. Дариға Абылқызы, сіз бала кезіңізден бері қандай армандарыңызды орындадыңыз? Соны айтып берсеңіз. Мен бала күнімде ұстаз болуды армандадым. Ұстазым өзімнің ұстаздарым, алғашқы мектепке барғандағы ұстаздарыма қатты еліктедім. Өзімнің апайымның айтып түсіндіргендерін соларға қайталап, апайымның жақсы мәнерлерін, сөйлеуін, әдемі, инабатты, әдемі сөздерін соларға жеткізуге тырысатынмын. Жаттатқан тақпақтарын інілеріме, сіңілеріме қайталап жаттатқым келетін. Кішкентай ғана сәби жүрегімнен менің өмірімде ұстаз болуды арман еттім. Сол арманыма қазір жетіп, мінекей зейнетке шығып, 40 жыл ұстаздық қызмет істеп, балаларды оқытып, шамам келгенше бойларына мына елімізді көркейтетін, мемлекетіміздің әлеуетін арттыратын, жақсы мамандар шығатын оқушыларды, шәкірттерімді тәрбиелеуге тырыстым. Гүлсая жаным. Сіздің еңбек жолыңыз, Мен 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін, ол кезде 8-ші сыныпты бітіруші едік. Түркістан қаласында педагогикалық училище болды. 15 жасымда сол педагогикалық училищеге барып түсіп, 4 жыл сол жерде қызыл дипломмен бітірдім. 79 жылы 19 жасымда сол бастауыш сыныптарының мұғалімі деген мамандық бойынша бітіріп шығып, кішкентай өзің сияқты бүлдіршіндерді оқытуды 19 жасымнан бастадым. Мектепте қызмет жасап жүргеніңізде қандай қызықты оқиға болды? Қайсы есіңізде қалды? Менің еңбек жолым өте ұзақ, қызықты жолдар болды. Енді дәл қазір бірден есіме түсе қоймайды, бірақ сонда да айтатыным, балаларды мақал мәтелдерге жаттатушы едім. Сонда балаларым таласып, өзінің үйіндегі ата-анасынан үйренген мақал мәтелдерін айтушы еді. Бір-бірімен таласып, тіптен тұра жүгіріп, орнынан, партадан тұра жүгіріп жаныма кеп қалатын кезеңдер болатын. Оған біз күліп алатынбыз. Және де көп қызықтар бар еді. Енді Гүлсая бірден есіме түсе қоймайды ғой. Апай, сіз осы ауылдан ақылды ана атандыңыз. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Көңілді болдыңыз ба? Гүлсая, мен мақтанып қояйын. Мынау менің мадақтамам. Осы ауылдың әкімшілігі жақын арада сайлау өткізіп, ауыл ішінен қариялардың арасынан осындай номинациялар берді. Тек маған емес, абыз ата, іскер басшы, өнерлі келін, үлгілі отбасы деген сияқты номинациямен ауылымызда бір жақсы шара өтті. Соны Аллаға шүкір, әйтеуір азды көпті маған дауыс беріп, мен жақында осы ауылда ақылгөй ана деген номинацияға мадақталды. Енді мен мектебімдегі, осы ауылымдағы жастарға, жас жеткіншек сендер сияқты өсіп келатқан өркендерге айтар тілегім, иманды, салауатты, сауатты болып өссе екен, тәрбиелі болып өссе екен. Әл-Фараби бабамыз айтқан, білімнен бұрын алдымен тәрбие керек деп. Сондықтан да ата-ананы сыйлайтын, үлкендерді құрметтей білетін, кішіге ізет көрсететін, өнеге көрсететін жастар өссе деймін. Тілегім осы жаным. Рахмет. Көрермендер, жаныңызда жүрген елге қызметі сіңген
біреуден жақсылығын аямайтын Дариға Абылқызы сияқты жақсы адамдардан біліп жүруіміз керек, және үлгі алуымыз керек. Жаныңда жүр жақсы адам, біле жүрсең бұл қоғам бізге үлгі болатын жақсылармен мақтанам деп репортажымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.